Бұл үйде сенің бір шөкімде үлесің жоқ. Бүгін кешке дейін заттарынды жинап, көзімізден жоғал. Күйеуі жерленгеніне 3 күн ғана болған Гүлмира мына сөзді естігенде қолындағы кесесі жерге түсіп быт-шыт болды. Қаралы үйде отырған туыстардың ешқайсысы оған араша түспеді. Керісінше, бәрі қабақтарын түйіп, үнсіз мақұлдағандай көрінді. 62 жастағы Гүлмира осы шаңыраққа 37 жыл бұрын келін болып түскен еді. Үйдің әр кірпішіне оның маңдай тері сіңген. Ауладағы алма ағаштарын өзі отырғызған. Қораны күйеуі Сапар, екеуі бірге тұрғызған. Балалары осы үйде дүниеге келіп, осы үйден үлкен өмірге аттанған. Бірақ қазір Сапардың ағасы Нұрлан төрде аяғын алшайта басып тұрды. Үй әкемізден қалған, Сапар өлді. Енді бұл шаңырақ бізге қайтады, деді ол. Гүлмира күйеуінің бос тұрған орнына қарады. Сол сәтте Сапардың өлер алдында айтқан жұмбақ сөзі есіне түсті. Мен кеткен соң, көк сандықты ашпа, әуелі нотариус келеді. Гүлмира Қарағанды облысындағы шағын ғана Ақтерек ауылына 19 жасында келін болып түскен еді. Ол кезде қазіргі еңселі үйдің орнында 2 бөлмелі ескі там тұрған. Шатыр тесік, қабырғасы дымқыл, қыста терезесіне мұз қатып қалатын. Сапар ауыл мектебінде тарих пәнінен сабақ беретін. Айлығы мардымсыз болса да, адал еңбектен қашпайтын жігіт еді. Гүлмира болса, аудандық ауруханада медбике болып жұмыс істеді. Жас жұбайлар бірнеше жыл бойы ақшаларын жинап, ескі үйді біртіндеп кеңейтті. Алдымен ас үй салды, кейін 2 бөлме қосты. Балалар өскенде монша мен қора тұрғызды. Гүлмира жұмыстан кейін құрылысшыларға тамақ дайындап, демалыс күндері кірпіш таситын. Сапардың әкесі Қали қария да олармен бірге тұрды. Қарт кісі өмірінің соңғы 12 жылында төсек тартып қалды. Оны бағып, қағып, дәрісін беріп, түн ұйқысын бөлгенде Гүлмира болатын. Сол жылдары Нұрлан қалада тұрып, әкесіне жылына 1 рет келетін. Қали қария кейде Гүлмираның қолын ұстап, «Қызым, осы шаңырақты сен сақтап қалдың. Мұны ешқашан ұмытпаймын» дейтін. Сапар соңғы 2 жылда жүрек ауруымен күресті. Дәрігерлер оған ауыр жұмыс істеуге тыйым салғанымен, ол үйде қарап отыра алмайтын. Таңертең аулан сыпырып, бақша суарып, ауыл кітапханасына барып жүрді. Бір күні кешке ол кеудесін ұстап, орындыққа отыра кетті. Гүлмира дереу жедел жәрдем шақырды. Сапар аудандық ауруханаға жеткізілгенімен, жағдайы күрт нашарлады. Соңғы түні ол әйелін жанына шақырды. «Гүлмира, сен маған жар ғана емес, әкемнің де, балаларымның да сүйеніші болдың», деді әлсіз дауыспен. «Ондай сөз айтпа, әлі үйге бірге қайтамыз», деп Гүлмира көз жасын жасырды. Сапар басын шайқады. «Мен бәрін реттеп қойдым. Нұрлан үйге таласуы мүмкін. Оның мінезін білесің. Бірақ қорықпа. Ауданнан Бекен деген нотариус келеді. Оған дейін ешқандай қағазға қол қойма». Ол біраз үнсіз жатты. «Көк сандықтың түбінде әкемнің хаты бар. Бірақ оны да нотариус келгенде ғана ашындар». Таңға жақын Сапар көз жұмды. Ал Гүлмира оның соңғы сөздерінің мәнін түсіне алмады. Жерлеу рәсіміне ауылдың үлкен кішісі түгел жиналды. Сапарды бәрі сыйлайтын. 40 жыл ұстаздық еткен ол, талай баланың жолын ашып, талай отбасына көмектескен еді. Алғашқы күні Нұрлан да жуас көрінді. Ол Гүлмираға: «Жеңеше, уайымдамаңыз, біз қасыңыздамыз», деп көңіл айтты. Бірақ Сапар жер қойнына тапсырылғаннан кейін оның мінезі бірден өзгерді. Нұрлан әйелі Зәуремен бірге үйдің бөлмелерін аралап, жиһаздарды көзбен өлшей бастады. «Мына кілем шешеміздікі еді», деді Зәуре қабырғадағы ескі кілемді сипап. «Әкемнің радиосы да бізге тиесілі», деп Нұрлан сөредегі заттарды жинастырды. Гүлмира олардың бұл әрекетіне таңғалғанымен, қаралы күнде ұрыс шығарғысы келмеді. 3-ші күні кешке Нұрлан туыстарды төрге жинады. «Ағайын, әкемізден қалған қара шаңырақтың мәселесін шешіп алайық. Сапар жоқ, оның балалары қалада. Гүлмираның бұл үйде отыруына негіз қалмады», деді ол. Сол кезде Гүлмираның қызы Әсем орнынан атып тұрды. «Бұл үйді әкем мен анам салды. Сіз қайда болдың сонша жыл?»
Әсем Астанада есепші болып жұмыс істейтін. Әкесінің қазасын естіген күні-ақ ауылға жеткен еді. Ол анасының қанша жыл еңбек еткенін жақсы білетін. Ата ауырғанда анам бақты. Үй салынғанда анам кірпіш тасыды. Енді қалайша оның үлесі жоқ, деді Әсем ашуланып. Нұрлан қабағын түйді. Үлкенге дауыс көтерме. Бұл жер менің әкемнің атына тіркелген. Сапар тек уақытша тұрған. Құжатты көрсетіңіз, деді Әсем. Нұрлан сәл тосылып қалды. Құжат аудандық мұрағатта, оны кейін аламыз. Зәуре араласып. Сен қалада тұрасың, ауылдың салтын білмейсің. Қара шаңырақ үлкен ұлға қалады, деді. Сонда Гүлмира алғаш рет үн қатты. Қали атам тірі кезінде бұл үйді Сапарға тапсырған. Оны ауылдың үлкендері де біледі. Ауызша айтылған сөз заң емес, деп Нұрлан мырс етті. Ол ертең таңертең үйді босатуды талап етті. Әсем полиция шақырамын дегенде туыстардың бірі. Қаралы үйде айғай шығармаңдар, уақытша басқа жерге барып тұра тұрсын, деп Гүлмираны кінәлағандай сөйледі. Гүлмира сол түні алғаш рет өзін бөтен адамдай сезінді. Түн ортасына дейін үйдің жарығы сөнбеді. Нұрлан мен оның жақтастары ас үйде күбірлесіп отырды. Гүлмира өз бөлмесінде Сапардың киімдерін құшақтап, үнсіз жылады. Әсем анасының жанынан кетпеді. Анашым, біз ешқайда бармаймыз. Бұл үйден сізді ешкім қуалмайды, деді ол. Қызым, әкеңнің жетісі өтпей жатып, елге күлкі болмайық. Ұрыс-керіс көбейсе, әкеңнің аруағына ауыр тиеді, деді Гүлмира. Сонда үндемей шығып кете бересіз бе? Гүлмира біраз ойланып отырды. Әкең нотариус келеді, деді. Бірақ қашан келетінін айтпады. Әсем бірден телефонын алып, аудандық нотариустарды іздей бастады. Алайда Бекен есімді маманның нөмірін таба алмады. Сол кезде ауладан көліктің есігі тарс жабылғаны естілді. Терезеден қараса, Нұрланның ұлы Данияр көк сандық тұрған қоймаға беттеп барады екен. Гүлмира шошып кетті. Ол сандыққа неге барады? Әсем екеуі жүгіріп шыққанда, Данияр қойманың құлпын бұзып жатқан еді. Тоқта, деп айқайлады Әсем. Данияр қолындағы темірін жерге тастап, қараңғыға қарай қашып кетті. Көк сандық Қали қариядан қалған ең ескі дүние болатын. Оның сыртындағы бояуы өшіп, бұрыштары майысқан. Бірақ Сапар оны ешқашан тастатпайтын. Бұл әкемнің аманаты, дейтін ол. Қойманың құлпы сынып қалғандықтан, Әсем сандықты үйге кіргізуді ұсынды. Гүлмира күйеуінің сөзін есіне алып, оны ашуға батпады. Сандықты бөлмеге әкеле жатқанда Нұрлан алдынан шықты. Оның ішінде не бар? Деді ол мазасызданып. Әкемнің заттары, деп жауап берді Әсем. Сандық біздің әкеміздікі, оны маған беріңдер. Нотариус келгенше ешкім ашпайды, деді Гүлмира нық дауыспен. Нұрланның жүзі бір сәтте өзгеріп кетті. Қандай нотариус? Гүлмира оның қорыққанын байқап қалды. Сапар шақырған нотариус. Сапар өлер алдында не айтып жүргенін өзі де білмеген шығар. Дәрінің әсері болған, деді Нұрлан асығыс. Сол түні Гүлмира ұйықтай алмады. Нұрлан көк сандықтың ішінде не барын жақсы білетіндей көрінді. Таңға жақын ас үйден аяқ дыбысы шықты. Біреу сандық тұрған бөлменің есігін ақырын ашуға әрекеттеніп жатты. Есікті ашпақ болған Зәуре екен. Әсем жарықты жаққанда ол сасып қалды. Су іздеп жүредім, деді Зәуре ақталған болып. Су ас үйде, бұл бөлмеде емес, деп Әсем есікті жауып алды. Таңертең Нұрлан шыдамын жоғалтты. Ол екі жігіт шақырып, Гүлмираның заттарын аулаға шығара бастады. Сендер не істеп жатырсыңдар? Деп Гүлмира абдырап қалды. Үйді босатамыз. Мен бүгін көшіп келемін, деді Нұрлан. Әсем полицияға хабарласты. Алайда учаскелі инспектор келгенде, Нұрлан үйдің әкесінен қалғанын, Гүлмираның ешқандай құжаты жоғы екенін айтты. Меншік құжатын анықтамайынша дауды сот шешеді, деді инспектор. Бірақ күш қолдануға болмайды. Инспектор кеткен соң, Нұрлан туыстарының алдында Гүлмираны масқаралады. Сапар тірі кезде үндемедің, енді үйді иемденгің келе ме? Гүлмираның жүрегі ауырды. Ол бір сәт үнсіз тұрды да. Жарайды, уақытша кетемін. Бірақ бұл үйдің ақиқаты ашылады, деді. Ол көк сандықты ғана өзімен бірге алып шықты.
Ауыл шетінде тұратын құрбысы Күләш оны үйіне паналатты. Гүлмира үйден қуылған күні-ақ ауылға түрлі әңгіме тарады. Біреулер оны үйге таласқан ашкөз әйел десе, енді біреулер Нұрланды қара шаңырақтың заңды иесі деп санады. Дүкен алдында отырған әйелдер Сапардың асы өтпей жатып мүлікке таласыпты деп сыбырласты. Бұл сөздер Гүлмираға жеткенде ол іштен тынды. 37 жыл бойы ауылдың әр үйіне медбикелік көмек көрсеткен адам енді бір күнде бөтен болып қалғанда еді. Күләш оған жұбатып айтты. Елдің сөзіне қарама, сені кім екеніңді жұрт жақсы біледі. Жақсы білсе, неге ешкім араша түспеді, деді Гүлмира. Күләш үнсіз қалды. Әсем Астанаға қайтпай, аудан орталығындағы мұрағатқа барды. Ол үйдің бұрынғы құжаттарын іздеді. Бірақ мамандар жер телімінің ескі тіркеуі жоғалғанын айтты. 90-шы жылдары көп құжат қағаз күйінде қалған, кейбірі өрт кезінде жойылған, деді мұрағат қызметкері. Әсем үмітін үзбей нотариус Бекенді іздеді. Ақыры бір кеңседен оның толық аты жөнін тапты. Бекен Сағындығұлы Оразбаев. Бірақ ол 2 күн бұрын шетелге іссапарға кеткен екен. Нұрлан үйге кірген бойда жиһаздардың орнын ауыстырды. Сапардың кітаптарын қораптарға салып, сарайға шығарып тастады. Қабырғадағы отбасылық суреттерді алып, орнына өзінің балаларының фотоларын ілді. Зәуре ас үйдегі ыдыстарды қарап, мыналардың тәуірлерін қаладағы үйге алып кетеміз деді. Нұрлан болса, үйдің құжаттарын іздеп, барлық тартпаны ақтарды. Бірақ ештеңе таба алмады. Сандықта болуы керек еді, деді ол ашуланып. Гүлмира алып кетті ғой, деді Зәуре. Бүгін барып алып келемін. Сол күні кешке Нұрлан Күләштің үйіне келді. Жеңеше, сандықты беріңіз. Ол біздің әулеттің дүниесі, деді жұмсақ сөйлеген болып. Нотариус келгенде ашамыз, деді Гүлмира. Нұрлан үстелге ақша қойды. Сізге қалада пәтер жалдап беремін. Тек үйден бас тартып, мына қағазға қол қойыңыз. Қағазда Гүлмираның үйге және жерге ешқандай талабы жоқ екені жазған еді. Демек, сен менің қолымнан қорқып жүрсің, деді Гүлмира. Нұрланның жүзі сұрланып кетті. Кейін өкінбеңіз деп, ақшасын жинап, есікті тарс жауып шықты. Келесі күні Күләштің үйіне ауылдың ең қарт тұрғыны 85 жастағы Мырзахан Ақсақал келді. Ол Қали қариямен бала күннен дос болған. Қызым, болған жағдайды естідім, деді ол Гүлмираға. Нұрланның ісі дұрыс емес. Ата, бұл үйдің кімге берілгенін білесіз бе, деп сұрады Әсем. Мырзахан Ақсақал ойланып қалды. Қали маған бір кезде үйді Сапарға емес, Гүлмираға қалдырамын деген. Себебін де айтқан. Гүлмира таңғалып, маған ба, деді. Иә, ұлдарының ішінде шаңырақты сақтағаны Сапар. Бірақ мені баққан, үйді бүтіндеген Гүлмира. Үй соған тиесілі болуы керек деген еді. Неге оны ешкімге айтпаған? Нұрлан естіп қалса, ұрыс шығаратынын білген. Сондықтан ауданға барып, бір қағаз жасатқанын айтқан. Әсемнің үміті оянды. Сіз осы сөзді сотта айта аласыз ба? Ақсақал басын изеді. Ақиқат шын айтамын. Дәл сол сәтте аула қақпасын сыртынан біреудің асығыс кетіп бара жатқан дыбысы естілді. Әсем сыртқа шыққанда, Нұрланның ұлы Данияр көлігіне отырып қашып бара жатты. Ол әңгіменің бәрін тыңдап тұрған еді. Әсем көк сандықтың кілтін іздей бастады. Гүлмира кілтті Сапардың ескі шапанының қалтасынан тапты. Бірақ сандықты нотариусыз ашпау туралы аманатты бұзғысы келмеді. Сол түні Күләштің үйінің жарығы кенет сөніп қалды. Ауылдың басқа үйлерінде электр бар еді. Әсем сырттағы қосқышты тексеруге шыққанда, үйдің артқы терезесі ашық тұрғанын көрді. Ішке кірсе, бөлме астан-кестен. Көк сандықтың қақпағы ашық жатыр. Анашым, деп айқайлады Әсем. Сандықтың ішінде ескі киімдер, сарғайған суреттер және бірнеше дәптер ғана қалған. Сапар айтқан хат жоқ еді. Гүлмира тізерлеп отыра кетті. Қали атаны хатын алып кеткен. Күләш полиция шақырды. Учаскер инспектор іздерді қарап, терезе сыртынан ер адамның аяқ киімінің таңбасын тапты. Бірақ үйге кім кіргенін дәлелдейтін бейнекамера болмады. Әсем бірден Нұрланнан күдіктенді. Олар оның үйіне барғанда Нұрлан,
Мені ұры деп тұрсыңдар ма? Деп айғай салды. Сол кезде пештің ішінде жаңа жағылған қағаздың күлі жатты. Әсем күл арасынан жанбай қалған бір бұрышты көрді. Онда үйдің заңды иесі Гүлмира деген сөздер анық оқылатын. Әсем жанбай қалған қағазды қолына алған сәтте, Нұрлан оны жұлып алмақ болды. Бірақ учаскер инспектор араға түсті. Ешкім тимесін, бұл зат айғақ ретінде алынады, деді ол. Нұрлан бірден сөзін өзгертті. Ол қағазын қайдан келгенін білмеймін. Пешке ауылдың балалары қоқыс тастаған шығар. Өз үйіңіздің пешіне ауыл балалары кіріп жүре ме? Деді Әсем. Нұрлан жауап бере алмады. Қағаздың кішкентай бөлігінде Қали қарияның аты жөні және Гүлмираның есімі жазылған. Төменгі жағында мөрдің жартысы көрінді. Инспектор оны сараптамаға жіберетінін айтты. Гүлмира Нұрланға ұзақ қарады. Мен сені туған інімдей көріп едім. Әкеңді 12 жыл бақтым. Сен сол кісінің аманатын өртедің бе? Нұрлан көзін тайдырды. Ешқандай аманат болған жоқ. Осы кезде Зәуре шыдамай, сен маған ол хатты сандықтан алдық деп өзің айттың ғой, деп қалды. Үй іші тына қалды. Нұрлан әйеліне ашулы көзбен қарады. Аузыңды жап. Бірақ кешеді. Бәрі оның құпиясын естіп қойды. Ертеңіне Әсемнің телефоны шырылдады. Қоңырау шалған Бекен Сағындығұлы екен. Сіз Сапар Қалиевтің қызысыз ба? Деп сұрады ол. Иә, біз сізді бірнеше күннен бері іздеп жүрміз. Мен іссапарда болдым. Әкеңіз қайтыс болды деген хабарды жаңа естідім. Көңіл айтамын. Әсем болған жағдайдың бәрін айтып берді. Нотариус үнсіз тыңдап шықты. Ешқандай қағазға қол қоймаңыздар. Менің кеңсемдегі сейфте Сапардың тапсырған құжаттары бар, деді ол. Өсиет бар ма? Оны телефонмен айта алмаймын. Заң бойынша барлық мұрагердің қатысуымен ашуымыз керек. Қашан келесіз? Ертең түстен кейін Ақтерек ауылына барамын. Бұл хабарды естіген Гүлмираның жүрегі дүрсілдеді. Бірақ ол әлі де қуана алмады. Өйткені Нұрланның қандай әрекетке баратынын білмейтін. Нұрлан нотариустың келетінін естігенде сол күні ауданға асығыс аттанды. Ол Бекеннің кеңсесіне кірмек болды, бірақ хатшысы құжаттардың құпия екенін айтып қабылдамады. Кешке Нұрлан ауылға оралып ағайындарын жинады. Ертең бәрін мені қолдаңдар. Гүлмира жалған құжат жасатуы мүмкін, деді ол. Келесі күні түстен кейін Күләштің үйінің алдына бірнеше көлік келіп тоқтады. Нотариус Бекен Сағындығұлы, ауыл әкімі, учаскелік инспектор және Сапардың 2 баласы жиналды. Гүлмираның ұлы Нұрсұлтан да Алматтан ұшып келген еді. Ол анасының үйден қуылғанын естігенде Нұрланға қатты ашуланды. Анашым, неге маған бірден айтпадыңыз? Деді ол. Қаралы күнде сендерді әуреге салғым келмеді, деді Гүлмира. Нұрлан әйелі мен ұлын ертіп келді. Оның жағында бірнеше туыс отырды. Бекен Сағындығұлы үстел үстіне мөрленген қоңыр папка қойды. Бұл папканы марқұм Сапар Қалиұлы маған 6 ай бұрын тапсырған. Ол қайтыс болған жағдайда отбасының қатысуымен ашуды өтінді, деді нотариус. Нұрлан бірден сөзге араласты. Сапар ауырды. Оның ақыл есі дұрыс болмаған шығар. Құжат жасалған кезде дәрігердің анықтамасы алынған. Оның әрекет қабілеті толық болған, деді нотариус сабырмен. Сосын ол папканың мөрін ашты. Бөлмеде отырғандар демдерін ішіне тартып үнсіз қалды. Папкадан бір емес, 3 түрлі құжат шықты. Нотариус бірінші құжатты қолына алды. Бұл Қали Жақыпұлының 1998 жылы жазған өсиетінің нотариалдық көшірмесі, деді ол. Нұрлан орнынан қозғалақтап кетті. Ондай өсиет болған емес. Құжат аудандық нотариалдық мұрағатта тіркелген, түп нұсқасы сақтаулы, деді Бекен. Ол өсиетті дауыстап оқи бастады. Қали қария өзіне тиесілі үй мен жер телімін келіні Гүлмира Сейіт қызына қалдыратынын жазған. Өсиетте мұның себебі де көрсетілген еді. Гүлмира қарттың денсаулығына қарап, үйді жөндеп, шаруашылықты сақтап қалған. Бөлмеде сыбыр көбейді. Гүлмираның көзінен жас шықты. Ол Қали атасының баяғыда айтқан жылы сөздерін есіне алды. Нұрлан үстелді жұдырығымен ұрды. Бұл жалған,
Әкем сауатсыз еді, мұндай мәтінді жаза алмайды. Мырзахан ақсақал орнынан тұрды. Қали өсиет жазған күні мен де ауданға бірге бардым. Ол не жазып жатқанын жақсы білді. Неге осы уақытқа дейін үндемедіңіз, деді Нұрлан. Өсиет иесінің құпиясын сақтадым. Бірақ сен аманатқа қарсы шықтың. Нотариус екінші құжатты көтерді. Ал мынау істі одан әрі анықтайды. Екінші құжат үйдің техникалық төл құжаты мен жер телімінің жаңартылған тіркеуі еді. Онда менші иесі ретінде Гүлмираның аты анық көрсетілген. Бұл қалай болған, деп сұрады Әсем. Нотариус түсіндірді. Қали Жақыпұлы қайтыс болғаннан кейін өсиет заңды күшіне енген. Бірақ сол жылдардағы құжат айналымының қиындығына байланысты жаңа куәлік алынбаған. Сапар 6 ай бұрын мұрағатты тексеріп, барлық құжатты қалпына келтірген. Содан кейін үй мен жер ресми түрде Гүлмира Сейітқызының атына тіркелген. Гүлмира күйеуінің неге соңғы айларда ауданға жиі барғанын енді түсінді. Нұрланның жүзі бозарып кетті. Сапар мұны менен жасырып жасаған. Жасыратын ештеңе жоқ, деді Нұрсұлтан. Бұл үй сіздікі болмаған. Нұрлан жанындағы туыстарға қарады. Бірақ оны қолдап келген адамдардың көбі көздерін төмен салды. Бекен үшінші құжатты ашты. Бұл Сапар Қалиұлының өз қолмен жазған түсініктемесі және бейне жазбаға қатысты хаттамасы. Қандай бейне жазба, деп Нұрлан селк етті. Нотариус ноутбугін ашты. Экранда аурухана төсегінде отырған Сапар көрінді. Ол камераға тіке қарап, сабырлы дауыспен сөйлей бастады. Бұл жазбаны мен өз еркіммен қалдырып отырмын, деді экрандағы Сапар. Әкем Қалиді жұбайым Гүлмираға өсиет еткен. Себебі бұл шаңырақты сақтағанда, әкемді бағып қаққан да сол. Бөлмеде отырған Гүлмира аузын қолмен жауып жылап жіберді. Сапар сөзін жалғастырды. Ағам Нұрлан бұл шешімді бұрыннан білетін. Әкем өсиет жазғанын естігенде қатты ренжіген. Бірнеше рет қағазды жоймақ болған. Сондықтан құжаттардың көшірмесін нотариусқа сақтауға бердім. Нұрлан орнынан тұрып кетпек болды. Бірақ учаскелік инспектор есік алдында тұрды. Гүлмира, деді экрандағы Сапар. Сен бұл үйден ешкімнің сөзіне бола кетпе. Бұл сенің маңдай терімен сақталған шаңырақ. Балаларым, аналарынды жалғыз қалдырмаңдар. Соңында Сапар ағасына да тіл қатты. Нұрлан, дүние үшін туыстықты бұзба. Әкеміздің аманатына қол сұқпа. Бір күні бәрібір шындық ашылады. Бейне тоқтағанда бөлме іші ұзақ уақыт үнсіз қалды. Нұрлан басын төмен түсірді. Бірақ оның жүзінде өкініштен гөрі ашу басым еді. Учаскелік инспектор пештен табылған қағаз бөлігінің сараптама қорытындысын жариялады. Ол Қали қарияның өсиетінің ескі көшірмесіне тиесілі болып шыққан. Күләштің үйінен ұрланған хатты кім өртеген анықтау үшін тергеу жалғасады, деді ол. Зәуре кенет жылап жіберді. Бәрін айтамын. Сандыққа Данияр кірді. Оны Нұрлан жіберді. Нұрлан әйеліне ұмтылғандай болды. Өтірік айтпа. Жетер, деді Зәуре. Үй бізге қалады деп сендірдің. Хатты өртесек, ешкім дәлелдей алмайды дедің. Данияр да үнсіз тұра алмады. Әке, мені бұл іске сіз араластырдыңыз. Терезеден кіріп хатты алғаным рас. Гүлмира олардың сөзін естігенде жүрегі сыздап кетті. Ол Даниярды кішкентайынан бағып мектепке дайындаған еді. Балам, сен неге мұндайға бардың, деді ол. Данияр көз жасын сүртті. Кешіріңіз жеңеше. Әкем бұл үй өзіміздікі, деді. Инспектор Нұрланға құжат ұрлау және бөтен мүлікке заңсыз кіру бойынша іс қозғалатынын ескертті. Ал ауыл әкімі, бүгіннен бастап үй Гүлмира апайға қайтарылады, деді. Сол күні ауыл адамдары Гүлмираны өз үйіне қайта алып барды. Бір апта бұрын сырт айналған кейбір көршілер енді үй алып, оның заттарын тасуға көмектесті. Аула қақпасына жеткенде Гүлмира тоқтап қалды. Осы табалдырықтан ол жас келін болып аттаған еді. Осы үйде балаларының алғашқы қадамын көрді. Қали атасын соңғы сапарға шығарып салды. Енді сапарда жоқ. Әсем анасының қолынан ұстады. Анашым, үйімізге кіріңіз.
Гүлмира табалдырықтан оң аяғымен аттап ішке енді. Бірақ бөлмелер өзгеріп кетікті. Сапардың кітаптары сарайда, суреттері қорапта жатыр. Кейбір ыдыстар мен кілемдер жоғалған. Нұрлан мен Зәуре заттарын жинап, үнсіз шығып бара жатты. Гүлмира оларға: «Алған заттарынды қайтарыңдар, басқа ештеңе сұрамаймын» деді. Нұрлан тіл қатпады. Зәуре жылап: «Кешіріңіз жеңеше, дүниеге қызығып, адамдығымыздан айырылыппыз» деді. Гүлмира жауап бермеді. Өйткені кейбір жараның жазылуы үшін уақыт керек еді. Сол түні ол сапардың бос төсегіне қарап отырып, алғаш рет «Аманатынды сақтап қалдым» деп сыбырлады. Келесі күндері ауылдың үлкендері Гүлмираның үйіне бірінен соң бірі келе бастады. Олар болған жағдайға араласпай қалғандары үшін кешірім сұрады. «Қаралы күні сені жалғыз қалдырдық» деді ауыл ақсақалы. Нұрлан үлкен ұл болған соң сөзі рас шығар деп ойладық. Гүлмира шай құйып отырып: «Адамның жасы үлкен болғанымен, сөзі әрқашан әділ бола бермейді» деді. Дүкен алдында өсек айтқан әйелдер де келді. «Біз естігенімізге сеніп қалдық» деп ақталды олар. «Өсекке сену оңай, ал шындықты сұрау қиын» деді Гүлмира. Ол ешкімге айғайламады, кек сақтағанын да көрсетпеді. Бірақ бұрынғыдай бәріне бірден сенбейтін болды. Нұрсұлтан үйдің сынған құлпын жөндеді. Әсем әкесінің кітаптарын қайтадан сөреге орналастырды. Немерелері ауылдағы шөпті жұлып, алма ағаштарын суарды. Үй қайтадан тіршілікке тола бастады. Бір кеште Мырзахан ақсақал келіп: «Қали досым қателеспепті. Шаңырақтың шын иесі қағаздағы адам ғана емес, оны жылуымен ұстап отырған жан» деді. Гүлмира көз жасын сүртіп, үнсіз бас изеді. Нұрланға қатысты тергеу бірнеше айға созылды. Гүлмира оның түрмеге түскенін қаламады. Ол тергеушіге: «Хаттың көшірмесі жойылғанымен, негізгі құжат сақталған. Үйге келген зиян өтелсе, қатаң жаза сұрамаймын» деді. Нұрлан айыппұл төлеп, ұрланған заттарды қайтарды. Бірақ ауылдағы абыройынан айырылды. Бұрын оның сөзін тыңдайтын туыстар енді одан алыстай бастады. Зәуре балаларын алып қаладағы қызының үйіне көшіп кетті. Данияр әкесінің әрекетіне ұялып, онымен сөйлеспей қойды. Нұрлан жалғыз қалды. Бір күні ол Гүлмираның қақпасының алдына келді. Күн суық, қар аралас жаңбыр жауып тұрған. «Жеңеше, сөйлесуге бола ма?» деді ол. Гүлмира оны үйге кіргізді. Бірақ дастарханның қарсы бетінде үнсіз отырды. «Мен әкемді сіз бізден тартып алды деп ойладым» деді Нұрлан. «Әкем сізді мақтай берген сайын ішім киетін. Үйді сізге қалдырғанын білгенде өзімді артық баладай сезіндім». «Әкеңді менен ешкім тартып алған жоқ, сен өзің алыстадың» деді Гүлмира. Нұрлан басын төмен түсірді. «Мені кешіре аласыз ба?» Гүлмира Нұрланға бірден жауап бермеді. Терезеден Сапар екеуі отырғызылған алма ағашына қарады. «Кешіру деген болған істі ұмыту емес» деді ол ақырын. «Сен мені күйеуімнің топырағы кеппей жатып үйден қудың. Әкеңнің аманатын өртедің. Өз балаңды ұрлыққа жұмсадың». Нұрланның көзіне жас толды. «Білемін, өмір бойы өкінемін. Мені емес, алдымен балаңды ойла. Даниярдың алдында әкелік абыройынды жоғалттың. Соған адал бол. Зәуреден кешірім сұра. Әкеңнің зиратына барып, істегеніңді мойында. Сонда мені кешіресіз бе?» «Уақыт көрсетеді. Бірақ мен саған жамандық тілемеймін». Гүлмира ас үйден Қали қарияның ескі тақиясын алып келді. «Мұны сенің әкең соңғы күндері киіп жүрді. Сен алып кет. Үйге емес, әкеңнің естелігіне ие болуға тырыс». Нұрлан тақияны кеудесіне басып үнсіз жылады. Сол күні ол алғаш рет дүние үшін не жоғалтқанын түсінді. Үйге таласып жүріп, әкесінің аманатын, ағасының сенімін және өз отбасының құрметін жоғалтқан еді. Көктем келгенде Гүлмира балаларын жинап, маңызды шешімін айтты. «Бұл үйді ертең сендер таласатын мұраға айналдырғым келмейді» деді ол. Әсем мен Нұрсұлтан таңырқай қарады. «Анашым, біз ешқашан таласпаймыз» деді Нұрсұлтан. «Бүгін олай дейсіңдер, бірақ адамның мінезін дүние сынайды.
Гүлмира үйдің бір бөлігін ауылдағы жалғыз басты қарттарға арналған күндізгі орталыққа айналдырғысы келетінін айтты. Сапардың кітаптары шағын кітапхана болады. Қали қарияның бөлмесінде медициналық кеңес берілмек. Бұл шаңырақ бір ғана отбасының емес, ауылдың жылуын сақтасын, деді ол. Балалары анасының шешімін қолдады. Ауыл адамдары бірігіп бөлмелерді жөндеді. Біреу үстел әкелді, біреу кітап сыйлады. Күләш асүйге ыдыс жинады. Мырзахан ақсақал орталықтың алғашқы қонағы болды. Ашылу күні Гүлмира есік алдына «Сапар шаңырағы» деген тақтай шайылды. Жиналған жұрт қол соқты. Алыстан Нұрлан да келді. Ол көптің алдына шықпай, ауладағы алма ағашының түбінде үнсіз тұрды. Гүлмира оны көріп, ішке кіруге ишара жасады. Бұл оның кешірімге жасаған алғашқы қадамы еді. Арада бір жыл өтті. Сапар шаңырағы Ақтерек ауылының ең жылы орнына айналды. Мұнда қарттар жиналып кітап оқып әңгімелесетін, жалғызбасты адамдарға ыстық тамақ беріліп, ауыл медбикесі аптасына бір рет денсаулықтарын тексеретін. Гүлмира әр таң сайын есікті өзі ашатын. Сапардың суреті төрде ілулі тұрды. Оның астында Қали қарияның сөзі жазылған еді. Үйдің шын иесі оны иемденген адам емес, оның отын өшірмеген адам. Нұрлан да өзгерді. Ол ауылға көшіп келіп, орталықтың шаруасына көмектесе бастады. Даниярмен қарым-қатынасын түседі. Зәуре де отбасына қайта оралды. Бір күні Нұрлан көптің алдында Гүлмираға қарап: «Жеңеше, мен сізді үйден қуып шыққанда өзімді жеңдім деп ойладым. Бірақ сол күні адамдығымнан айырылыппын. Сіз мені кешіріп қана қоймай, қайтадан адам болуға мүмкіндік бердіңіз», деді. Гүлмира үнсіз ғана басын изеді. Өсиет үйдің заңды иесін анықтады. Ал өмір сол шаңыраққа шын мәнінде кім лайық екенін әлдеқашан дәлелдеп қойған еді.